Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен сметаник пирогын бірге дайындайық. Жасалу жолы оңай, дәмі керемет болып шығатын пирогтардың бірі. Рецепті описание бөлімінде қалдырдым. Видеоның атауының үстін бассаңыздар, описание бөлімі ашылады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Ең алдымен қажетті заттарды дайындап алдым. Ендеше тестаны дайындайық. Оның үстіне қамыр қопсытқышты салып, араластырып, бөлме температурасында тұрған 72%-тік сары майды қосып, бір-бірімен араластырып, дәл осындай песочный тесто дайындап алдым. Қант пен жұмыртқаны бөлек ыдысқа салып, қант ерігенше араластырып, тестоның үстіне құйып, дәл осындай жұмсақ қамыр илеп шықтым. Холодильникке жарты сағатқа дем алдыруға қойдым. Песочный тестомен дайындалатын кез келген пирогқа дәл осы рецепт бойынша қамырды жасаймын. Келесі бізде начинка, 20%-тен жоғарғы қаймақ, құмшекер, жұмыртқа және кукурузный крахмал қажет болады. Міндетті түрде кукурузный крахмал қолданыңыздар. Картоп крахмалы жарамайды. Дәл осылай венчиктің көмегімен араластырыңыздар. Миксердің қажеті жоқ. Миксермен араластырсаңыздар сұйық болып кетуі мүмкін. 2-3 минут көлемінде сместі бір-бірімен жақсылап араластырсаңыздар жеткілікті. Холодильникте тұрған тестаны алып, дәл осылай пергамент қағазына оқтаудың көмегімен жайып алдым. Бір тегіс болып шығады, осылай жайсаңыздар негізі ыңғайлы. Бұл жерде қамырдың қалыңдығы 0,5 см болды. Дәл видеодағыдай арнайы формамда тестоның үстіне кигізіп, артық қамырды осылай шетіне жабыстырып, вилканың көмегімен және дайын тұрған начинканы үстіне құйып, бұл жерде ягода қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Мен смородинаны қолдандым және қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп алдым. Дастарханға ұсынбас бұрын холодильникке бір түнге қалдырыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.